Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат қазір әлеуметтік желіде келесідей, яғни ой пікір жүр. Яғни егерде мен бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан ақшамды алып, шешіп, сол арқылы кез келген іс-әрекет жасасам, мен өзімнің үйімді 5 жыл сатамайды екем деген. Яғни мысалға деліге, менің 2019-2020 жыл немесе осыған дейін алынған ипотекалық несием болды. Соны мен қазір алдымда жай ғана жартылай жасадым, частичное погашение. Осы жағдайда сіз ол үйіңізді ипотека алған 5 жыл сатамайсыз деген пікір жүр екен. Достар, қысқа да нұсқа сіздерге түсіндіріп берейін. Қай жағдайда сіз үйіңізді 5 жыл сатамайсыз? Егер де сіз бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан алынған ақшаңызбен үйді бастапқы жарна ретінде құйып алатын болсаңыз, түсіндіңіз ба? Тек қана осы жағдайда сата алмайсыз. Егер сіз үйді толықтай сатып алсаңыз, егер сіз алған несиеңізді жартылай жапсаңыз, толық жапсаңыз, сіз үйді 5 жылдың ішінде сата бересіз. Ал егер де сіз үйді осы бірыңғай жинақтау зейнетақы қорындағы ақшамен бастапқы жарна ретінде құйып сатып алатын болсаңыз, осы жағдайда сіз ол үйді 5 жыл бойы сата алмайсыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.